Kүйеуіңіз келген кезде кухняңыз таза тұрсын, тамағыңыз орында пісіп тұрсын, қонақ келе салысымен бәрі орында болсын, сіз абыройлы боласыз. Күйеуіңіз қанша сізді төмендеткісі келсе де, халық, ағайын, туыс сізді абырой жоғарына көтеріп жүреді. Сол күйеуіңіздің құлағын бұрайтын солар негізінде. Сіздің қайнағаларыңыз, сіздің күйеуіңіз орнына қоятын солар негізінде. Ей, келін саған керек емес шығар, бізге керек мынау дейді. Сен тыныш жүр дейді. Байқаймыз, келінді сен не орнына қоймай айтсын құрметін деп, кейде ағаларымыз біздің де құлағымыз бұра болады. Сен байқап жүр келінмен деп. Жарайды аға дейміз деп, ақырындап, шынымен біздің қатында абырой бар екен ғой деп қоясың ішінен. Ол абыройды қайдан тапты? Біз жоқ кезде, демек, келген кезде қазан табағымен тауып алған ол. Келген адам алдында тамағымен жүгіріп жүреді, бәрін орнымен қойып жүреді. Ол абыройлы әйел болды иншалла. Өйткені жап-жас балалар ол әлі білмейді балалар. Қызық оларға, бір-біріне қызықтырып, ана ойын ойнағанына мәз болады. Бұл ана үлкен казино деген ойынның баспалдағы екен, букмекер деген бәле. Қияметте Алланың алдында қарабет болады, Алла сақтасын. Періштелер ондай қарабеттерді мына жүзімен жерді сүйреп алып келеді деген. Аяқпен жүргізіп алып келмейді. Осы әлемде жазасын өтеуге алып келетқан, анау сотталып жатқан адамдарды адам құсап аяғымен алып келеді, дұрыс па? Бұл үкім шығып қойды. Сотталып жатыр біреу, Алла жеңілдік берсін. Бірақ әлемде ондай не жоқ? Бетімен сүйреп алып келіп, камераға тығып деген ондай жоқ еш жерде. Ояқтың правиласы басқа. Ояқта жаңағыдай қара беттерді дейді. Мына бетімен жерді сүйреп алып келеді деген періштелер.